бір жасағаннан өте керемет болып шығатын наурыз көженің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен сүрленген етіміз бен қазымызды алып, жақсылап турап, ыдысымызға саламыз. Су құйып, газға жібереміз. Бір қайнағаннан кейін көбігін сүзіп алып, жай отта ары қарай қайнатамыз. Дәл осы кезде мен салатын салмаларын дайындап алған едім. Ол үшін бидай, ақ жүгері, сары жүгері, фасоль, тары және айран, құрт. Біздің етіміз дайын болған екен. Етімізді жақсылап майдалап турап ыдысымызға саламыз. Мен бидай, ақ жүгері, сары жүгеріні осы кезде араластырып жібердім бірге. Татымына қарай тұз саламыз. Айранды жақсылап сорпасынан құйып араластырып көжеге құямыз. Келесіде құртты мен осылай ірі күйінше сала салдым, себебі уақытты көп алады екен. Келесіне тарысын араластырып жақсылап дайын болған көжені ұсынамыз.